Қала бойынша бөлінген 5 секторға сәйкес қазіргі таңда мониторинг жұмыстары жалғасуда. Әрбір жұмыстың сапасына мән беріп, тиісті мекемелерге тапсырмасы берілуде. Қазір мына өздеріңіз көріп тұрғандай Ильялин саябағында тұрмыз. Бұл саябақта бүгін кемшіліктер анықталып, тиісті мердігер мекемеге тапсырмасы беріліп, қазіргі таңда қалыпқа келтірілуде. Міне мынау Қызылорда қаласы Әбілқайыр көшесі мен Желтоқсан көшесінің қиылысы. Былтырғы 2023 жылы жылу желілері ауысқан болатын. Биылғы жауын-шашынның мөлшері көп түсуіне байланысты мынау жолдың ортасынан ойық пайда болған. Мердігер мекемеге кепілдеме мерзіміне сәйкес тапсырмасы берілді.